Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Қошқарбаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, мектеп тренері Жарманова Арай Советбайқызымын. Бүгінгі іс-шарамыздың тақырыбын анықтау мақсатында экранға назар аударып, мұқият тыңдаймыз. Біз күнделікті өмірде көптеген шешімдерді қабылдап отырамыз. Бірі кішкентай маңызсыз болса, енді бірінің біздің өмірімізге деген әсері зор. Мысалы, кімге дауыс беруім қажет? Диетаға отырсам ба, жоқ па? Немесе хабарламаны жіберу мені миллионер ете ме? Шешімдердің әр алуан болуы бізге әрбір жағдайда мінсіз шешімдерді қабылдауға кедергі келтіреді. Бірақ біздің дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігімізді арттыруға арналған тәсілдер аз емес. Оның ішінде ойлаудың бұл түрі ең тиімді әдістердің бірі. Бұл сұрақты барлық тұрғыдан қарастырудың тәсілі, яғни жағдаятты жіті әрі ұқыпты зерттеп, ағат тұстары мен мәселелерді назарға алу арқылы ең ұтымды деген шешімді қабылдау. Осы ойлау түрі бойынша бір мәселе негативті көрінсе, демек шынында да ол солай. Ойлаудың осы түрімен ойланатын адам ғана дұрыс сияқты көрінген шешімді қабылдай салғаннан орнына алдымен барлық нұсқаларды ой санасынан өткізіп, талқыға салуды жөн көреді. Олар қолда бар мүмкіндікті пайдалана отырып, ең пайдалы әрі сенімді ақпараттардан басқаны сызып тастайды. Сіздерге ұсынылған ойлаудың түрі қандай стратегияға тән? Иә, әрине, өте дұрыс айтасыздар. Бүгінгі тақырыбымыз сын тұрғысынан ойлауды дамытатын тапсырмаларды қолдану жолдары. Мақсаты, мұғалімнің өз бойындағы сын тұрғысынан ойлау қабілетінің бар екендігіне сендіре отырып, оны іс тәжірибеде іске асыра алатынына ықпал ету. Күтілетін нәтиже, мұғалім іс тәжірибесінде сын тұрғысынан ойлау әдістерін шебер қолданып, оқушыларды кең көлемде ойлауға жеткізеді. Яғни, ұстаздар, біз сыни ойлау мен мұғалім шеберлігін ұштастыратын боламыз. Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздерге сыни ойлауды дамытатын жаттығуларды ұсынғым келіп отыр. Осы жаттығуларды күніне 7-8 минут орындайтын болсаңыз, бір айда сыни ойлауға, тез шешім қабылдауға, тез есте сақтауға, шығармашылығыңыздың артқанын байқайтын боласыз. Бастапқы уақытта бұл жаттығу өте күрделі болуы мүмкін, бірақ біздің сыни ойлауымызға, осы сыни ойлауымыздың нәтижелі болуына септігі зор. Сонымен бастаймыз. Іске сәт. Алғашқы жаттығуымыз том және жері деп аталады. Бір қолымызбен кеудемізді сипаймыз, екінші қолымызбен төбемізді ұрамыз. Енді екеуін бір мезетте жасайтын боламыз. Енді 30 секундтан кейін қолымызды айырбастаймыз. Келесі жаттығуымыз алма және құрт деп аталады. Алма, құрт. Алма, құрт. Келесі жаттығуымыз лайк және окей деп аталады. Екеуін бір сәтте кезектесіп орындаймыз. Жаттығу ұнап жатыр деп ойлаймын. Ойларыңыз шыңдала берсін. Құрметті әріптестер, оқытуымызды бағыттап отырған оқушыларымыздың сыни ойлау дағдысын қаншалықты қалыптастырып, дамытып келеміз деген сұраққа жауапты өз тәжірибемізден іздегеніміз жөн болар. Олай болса, экранға назар аударамыз. Нені байқап отырсыздар? Біз неден қателесуіміз мүмкін? Бұл суреттерді қарап, салыстыра отырып, әр қайсымызда біз неден қателесуіміз мүмкін деген сұрақ туындайды. Яғни, сурет бойынша
дұрыс қойылған сұрақ оқушыдан жоғары, нәтижелі, жемісті жауап алатынымызды көрсетеді. Сын тұрғысынан ойлау туралы ойлану. Яғни, ойлау туралы ойлану дегеніміздің өзі ойлау, бақылау, тәжірибе, толғану және пайымдау нәтижесінде алынған ақпаратты ұғыну, бағалау, талдау және синтездеуде қолданылатын әдіс болып табылады. Сонымен қатар, ол әрекет жасауға негіз түрткі болуы да мүмкін. Бастапқы деңгейде сын тұрғысынан ойлаудың 4 негізгі үдерісі бар. Бірінші, тиісті ақпарат жинауды, екінші, дәлелдеуді, сын тұрғысынан талдау мен бағалауды, үшінші, кепілдендірілген шешімдермен жинақталған қорытындылар, төртінші, тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта қарауды қамтиды. Сын тұрғысынан ойлау көбінесе бір нәрсені елестетуге, баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау мен іс-әрекеттің жаңа түрлендірілген тәсілдерін енгізуге дайын болуды көздейді. Сын тұрғысынан ойлау мәнмәтінді есепке ала отырып, бақылау мен тыңдау арқылы дәлелдер жинастыру және шешімдер қабылдау үшін талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамытуды қарастырады. Сондықтан оқушыларға бақылау, талдау, қорытынды жасау және интерпретациялау дағдыларын дамытуға мүмкіндік жасау керек. Яғни, біз мұғалімдер оқушыларға тапсырмаларды, сұрақтарды сын тұрғысынан ойлауға бағыттауымыз керек. Сын тұрғысынан ойлау туралы ойлану дегеніміз осы. Сын тұрғысынан ойлаудың теориялық негіздеріне не жатады? Сын тұрғысынан ойлауда мына 3 аспекті ең басты жүреді. Ойлау, талдау, синтездеу. Яғни бақылау, тәжірибе, ойлау, талқылау. Яғни оқушы өзі кез келген нәрсемен кез келген нәрсені талдап, салыстыра алады. Сын тұрғысынан ойлау дағдысы осы жерде іске асады. 40 минут сабақ ішінде оқушылардың сын тұрғысынан ойлану дағдысын және олардың ерекшеліктерін бағамдауға болады. Ұтымдылық. Ең жақсы түсініктемені табуға ұмтылады. Ұтқыр сұрақ қоя біледі. Дәлелдемелерді талап етіп және есепке ала алады. Сол сияқты сыңар жақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп, өзіндік сана сезім білім алуда оқушыға қалыптасады. Мына тапсырмаларға назар аударыңыздар. Сіздердің алдарыңызға әртүрлі саладан әртүрлі құбылыстардың фотосуреттерін ұсынып отырмын. Осы фото айғақтарды ерекшеліктеріне қарай, ортақ белгілеріне қарай, талдау, саралау, жинақтау қажет. Құрметті әріптес, сіз осы тапсырманы қалай орындаған болар едіңіз? Ойланып көріңіз. Ендеше мына сұрақтар төңірегінде ойланып көрейік. Ұсынылған суреттерді мазмұнына қарай басқаша топтастыруға болар еді. Сіздің оқушыларыңыз осы тапсырманы қалай орындауы мүмкін? Сіздіңше мына тапсырманы қалай өзгертуге болады? Келесі кезекте мағынаны тануды ұсынамын. Осы тапсырманы қалай орындаған болар едіңіз деген сұраққа мен өз нұсқамды ұсынайын. Бұл фотосуреттердің 6 ерекшелігін анықтап көрсеткен болар едім. Әрине, әр қайсының атауы бар. Ортақ белгісі ол адамның жоғарғы ойлауынан туындайды. Яғни әріптестер, өзімізде қалыптасқан әдісті басқаша көзқараспен сыни тұрғыда саралап, талдап, бақылап, белгілі бір интерпретациялық жағдаятқа түсіру арқылы ұсынуға болады екен. Әрине, осындай жауапты сіздерден мен күткен едім. Түйіндей келе, алған білімге сын көзбен қарау, іздену, оның ақиқатын дәлелдеу, яғни білімді саналы түрде алу. Бұл технологияның тиімділігі оқушының құзыреттілігін арттырып қана қоймайды, сонымен қатар
жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталады. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнатады. Оқушыны ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, алмасуға үйренеді. Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады. Оқушының шығармашылық белсенділігін арттырады. Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасайды. Құрметті әріптестер, біз бүгін сыни ойлау мен мұғалім шеберлігін ұштастырып, тиімді, ұтымды әдіс тәсілдерді меңгердік. Тыңдағандарыңызға рахмет.